Жаңаөзенде дипломмен ауылға бағдарламасы аясында еңбек етіп, әр саланың дамуына сүбелі үлес қосып жатқан жандардың саны 511-ге жетті. Мемлекеттік қолдаудың игілігін көргендер қатары жыл санап артып келеді. Биылда жоба аясында 10 маман тұрғын үймен қамтылса, 93 адамға көтерме жәрдемақы берілді. Зайра Ақмаралова мемлекеттік бағдарламаның игілігін көріп отырғандардың бірі. Қазіргі кезде Рахат ауылындағы номер 9 орта мектептің биология пәнінің мұғалімі. Жас маман биыл жеңілдетілген пайызбен несие рәсімдеп, баспаналы болды. Тиімділігі жастарға процентсіз ақшаны алуы. Бұл жерде ең бірінші тиімділік қанша жылға созылса да сол ақшаға пайызсыз ақшаның бөлінбеуі, яғни сол ақшаны сол бойда бөліп беруі. Жастарға ең бірінші тиімділігі, мен өз басым жас отбасымын. Дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы елбасының бастамасымен жүзеге асырылған еді. Бүгінде жастардың ауылға келіп, жұмыс істеуге ынтасы жақсы дейді мамандар. Тіпті Астана, Алматыда білім алып, туған жердің гүлденуіне ат салысып жатқандар да бар. Зайраның осылай ауылға келіп, еңбек еткеніне мектеп ұжымы да дән риза. Мұғалімнің 6 жыл еңбек өтілі бар. 6 жыл еңбек өтілінің ішінде жас маман ретінде өзінің жан-жақтылығымен, ізденімпаздылығымен, шығармашылығымен бұл мұғалім өзінің жан-жақты екенін көрсетті. Әрине біз қуанамыз, осындай жастарымыз еңбектеніп жұмыс жасап, осындай дипломмен ауылға бағдарламасымен үй алып жатса, әрине ол нұр үстіне нұр болады. Осындай жастарымыз еңбектеніп жұмыс жасаса, келем деп құлшынып тұрған жастарымыз болса, әрине есігіміз әрқашанда ашық. Қазір аталған бағдарлама аясында мамандардың басым бөлігі білім, денсаулық сақтау және спорт саласында еңбек етуде. Зайра алдағы уақытта оқып білгенімен көңілге түйгенін іске асырсам дейді. Ол жастарды ауылды бірлесе көркейтуге шақырады. Айнұр Мейрамбайқызы, Бақали Зиятдинов, жаңалықтар.